Алматы облысы еңбекші Қазақ ауданында тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдаған жолдау аясында және 2019 жыл жастар жылына орай жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында бокстан Нұр Отан партиясының кубогіне арналған бірінші ашық турнирдің жалауы желбіреді. Байрақты бәсекеге еліміздің әр өңірінен бөлек көрші Қырғыз елінің де былғар қолғап шеберлері арнайы шақырылыпты. Турнирдің ашылу салтанатында Алаш Прайд ережесі жекпе-жек клубының президенті Данияр Қасқарауов қазақ қыздарының ішінде Олимпиада ойындарына алғаш барған Азия чемпионы Саида Хасенова, кәсіпқой боксшы Айдос Ербосынұлы, сонымен қатар облыстың құрметті азаматтары қатысушыларға сәттілік тіледі. Ал ұйымдастырушылар ринг шеберлерінің айқасы алдында төл спортымыз саналатын көкпардан ауыл жігіттер арасында кішігірім жарыс ұйымдастырды. Жарысымыздың жалпы мақсаты осы Рахат ауылында бокс үйірмесі ашылғанына міне 7 жылдай болып қалыпты. Біз 2012 жылы өз бастамамен осы Рахат ауылында бокс үйірмесін ашқан болатынбыз. Осы үйірмеден жаттығып боксшыларымыз Қазақстан Республикасы жасөспірімдер жастар құрама командасының мүшелері болып келеді. Негізгі мақсатымыз осы жас спортшылар спортпен шынығып, елбасымыздың тұңғыш президентінің халыққа жолдаған, яғни спортты бұқаралық спортты көтеру мақсатында өз үлесімізді қосып отырмыз. Расыменді айналдырған 7 жылдың ішінде Талғар ауданындағы аядай ғана ауылдың бокс мектебінен осы уақыт аралығында жасөспірім қыздар арасында Қазақстанның 4 дүркін чемпионы Надира Маратова, 2019 жылға универсиада жеңімпазы Меруерт Қонысбай, ұлдар арасында әр жылдары ел біріншілігінде топ жарған Азамат Айдынбек, Әлібек Алихан, Бекбосын Еркінұлы және тағы басқа талантты жастар шыққан. Сонымен жарысқа келген 150-ден аса үміткер қыздар мен жасөспірімдер арасында 26 салмақ дәрежесі бойынша медальдар жиынтығын сарапқа салады. Финалдық жекпе-жектер шілде айының 5-ші жұлдыз өтеді. Өзімнің бір жыл дайындаған тренеріме алғыс айтам. Ол мені осы жарысқа өзінің күшімен, бар дайындығымен әкелді. Мен осы жарысқа небәрі бір ай ғана дайындалдым. Қарсыласым туралы ол Қызылордадан келсе, достарым айтқан, Қызылорда өте мықты деп. Мен ол Қызылорда мықтысы емесіне қарамай, бұл жекпе-жекті женем деп өзіме уәде бергем. Және де бұл жекпе-жекті жеңіске жеткем.